Баршаңызға сәлем пайдалы арна көрермендері. Бүгінгі видеомызда қол үйіп қалуының 8 себебін айтатын боламын. Арнаға тіркеліп лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Қол үйіп қалуының 8 себебі бар. Бір қарағанда қолдың үйіп қалуы елей бермейтін болмашы нәрсе сияқты көрінеді. Бірақ оның да жайсыз тұсы көп. Жиі үйіп қала берсе кейін саусақтардың ұшы ине тыққандай шаншитыны бар. Сосын қолдың үйіп қалуы күз бен қыста көбейеді. Неге? Себептеріне тоқталайық. Біріншісі шашыраңқы склероз, рассеянный склероз. Бұл жұлын қабықшасына зақым келгеннен одан тарайтын жүйке талшықтарының қысылып қалуынан болатын жағдай. Яғни мидан денеге сигнал беру күші бұзылғанын білдіретін патология. Ұйқышылдық осы аурудың алғашқы белгілерінің бірі. Сонымен қатар, егер бас себепсіз немесе жиі айналса, кейбір нәрсені ұмытып қала беретін болсаңыз, кейде жүрек айнуы, денеде құрысулар, түстерді ажырата алмау байқалса, склероздың алдын алуға асығыңыз. Екіншісі кеуде немесе мойын омыртқадағы остеохондроз. Омыртқа дискісінің қажалу барысында тамыр қысылуынан остеохондроз мазалайды. Бұл аяқ-қолдардың үйіп қала беруімен тікелей байланысты кең таралған ауру. Остеохондроздың симптомдарын басқа аурулармен шатастырмау, ажырата білу өте маңызды. Кеуде омыртқасының тартылып, дыңылдап ауруы кейде шыдатпай кетеді. Остеохондроз кезінде қол ұштарының үйіп қала беруі өте көп байқалады. Кейде жүрек ауруында да осыған ұқсас белгі болып, остеохондроз екеуін шатастырып алмаңыз. Жүрек тұсы ауырып, жүрек айнып, бұрқ етіп суық шықса, сол қолыңыз ауырып, қатты үйіп қалса, дереу жедел жәрдем шақырыңыз. Үшіншісі веноздық тромбоз. Тамыр бойында қан ұйып тұрып қалған жағдайда ағзада қан айналымы баяулайды да, нәтижесінде оттегі мен қоректік заттар тиісті жерге, әсіресе аяқ пен қол ұштарына жетпей қалады. Вена қан тамырындағы бұл жайсыздық біраз уақытқа созылса, аяқта, қолда аздап ісіну байқалады. Себепсіз әлсіреу, зейіннің нашарлауы да осы аурудың салдарынан орын алады. Төртіншісі қан аздық пен диабет. Бұл екі диагнозда әдетте аяқ-қол ұштарына жеткілікті мөлшерде қан бармай қалуына себепші болады. Нәтижесінде саусақтар салқын болып жүреді, мұздап үйіп қала беретін болады. Қан талдамасын тапсыру арқылы анықтап ем алған жағдайда бұл жайсыздықтан құтылу аса қиын емес.